айтылған критиканы көбінесе қабылдаймын, көтмек сұра бермеймін ғой былайынша. Өйткені ол менің жұмысым, мен сонымен семья асырап отырмын, бүйтіп красоваться ететіндей жағдайда емеспін. Және де непрофессиональный дегендей. Ол енді мен дипломированный актрисамын, енді бәріне мен дипломды көрсетіп жүрмейтін жерім, яқсы оқығанмын деп. Просто маған обидно болғаны Мөлдір Мұханның тарапынан айтылған критика кішкене ауырлау болды деп ойлаймын. Өйткені ол енді бір кино түсіріп бастап келе жатқан адам, бір майын ішкен адам болса, бұл критиканы қабылдауға болатын еді. Одан кейін бәлкім Мөлдір Мұхан Тұрсынбек Қабатовтың әлі де әйелі болған кезде әңгіме сәл басқаша болатын беді. Чонсыз бейбилау болатын беді деп ойымда. Енді бұл да менің өзімнің жеке ойым, критикамда. Сосын мынау кинотеатрға мән мағына іздеп баратын адамдарды мен түсіне алмадым. Если кинотеатрға бардың ба, көрдің, ұнады, ұнамады, болды. Мен айтамын да, осыған дейін шығып жатқан 50 оттенков серого, черновосынан не мән мағына іздеп барыңдар? 365 не деген кинода не мән мағына іздеп көресіңдер? Сол қызық болып тұр маған. Соны жарыса жазасыңдар мысалы деймін да. Мынау жаңағы критика айтқыштарға су ішкен құдықтарыңа өте қатты түкіреді екенсіңдер. Кішкене просто человечность деген болу керек қой, мейлі. Сосын мынандай қыздар бар ғой, бәрі білесіңдер ма, бетке айтам дейді да. Бетке айтпайды, оның астында бір көрелмаушылық болады. Бірақ соны бетке айтам, мен тіке айтам деп, сол көрелмаушылықтың артына бір жау жүгіреді дағын айта беретін. Маған қарап сөйлей бермеңдер, мен қазір недемін? Депрессияның есігін алдында тұрмын. Қатты ответтер кетіп қалуы мүмкін. Сол адамдарды прямой белгілеп жүру мүмкін, Зайыржау. Абайландыре. Сосын мен қазір уже андай болмай қым. Мен де көңілге қарап сөйлей алмай қаптым. Жазып қойыпты. Рахмет айналайын. Осы сұхбатты халыққа бергеннен бері жағы ақтер көктерің шығып, жағы тамағың жыртылып кеңірдегін қардығып, осы нәрсенің әділдігін айтып шапқылап шалып жүрсің. Айналып кетейін, рахмет. Иттің итақай кино түсіріп отыр ғой. Көре алмастық қылып, балағымнан тартқан иттер үре берсін деді. Ал, сендердің күткендерің осы ғой. Ойпыр-ай, қиынсыңдар ғой, қиынсыңдар. Енді айттық. Неге айтпайды екенбіз? Халықтың алдына шығып, халықтың алдын орап, біреудің жағы, міне, Мөлдір ұқсап үріп қойдым. Мөлдірдің фанатымын мен. Менің кумирім Қайша Керей. Мен қазір Мөлдірге фанат болып жүрмін. Өйткені ол әйел ғой. Жұмсақ әйелді әйел ғана түсінеді. Әйелді әйел түсінбесең, шыңтылған қызғаныш, өрт у десең болды, баяғы қаскөй десеңдер болды. Қаскөйлік қой, қып-қызыл қастандық қой. Қорғалмастық. Өзінше ана Ақкөтен торғайсып, жағы Тұрсынбекке жағатсып, Тұрсынбек жаққа шығып, Тұрсынбектен енді бірдеңе тамып тұр ғой одан. Тұрсынбектен де қашанғы тамады. Оның дәурені өтеді, кетеді, қалады. Болды. Енді ақырын жағы Мөлдірдің дәурені жүреді. Соған енді комментке көп жазыпсыздар, рахмет. Көп адам өте дұрысын жазып жатыр. Біреулер жазып қойыпты, жағы ойпыр-ай Ақкөтен торғай жағатсып, жағымсып деп. Неге жағатсымайды екенбіз? Жағатсыйтын адамға. Әйел болғаннан кейін. Оның басынан өткен жағдай сенің басынан өтіп көрді ма? Мысалы, жеме-жемге келгенде дұрыс, Мөлдірдікі дұрыс, барыңыздар киносына, жағы қолдау көрсетіңіздер, барыңыздар. Ода тұрған ештеңе жоқ. Аяқтан шалған иттер ырылдап. Ой, балақтан шалатындар әлі жетеді. Қайда бұл кино шығып, одан ертең бұның ақшасын анықтайды. Кассаға бәлемпай адам келді дейді, бәлемпай адам кетті дейді. Жаңағы бәлемпай ақша түсті дейді, бәлемпай шығым болды дейді. Бұл тек бастамасы ғана. Мөлдір ханым айтып отыр ғой. Бұл тек бастамасы ғана. Мен қазір бір нәрсеге әптен көзім жетіп болды. Мына кино әлемі дегеннің өзіне баяғыда Баян Есентай түсірген ана Қытайдағы жетім қызды махаббат сияқты кино болған. Осы жерде Мөлдір Әуелбекова ойнап шықты ғой, ана Мейрамбекке ғашық болды. Сол кинолар кезінде қандай күшті кетті. Бүкіл Қытай қазақтарының арасына, Монғолия қазақтарының арасына, Өзбекстан қазақтарының арасына таралып, Мөлдір Әуелбек беді, әнші ана біреу қыз. Содан ол танымал болды ғой. Ол әнімен танымал болған жоқ. Мөлдір Әуелбекованың бір екен болмаса, ода бір әнде бір керемет не жоқ. Сол киносы арқылы танылды ғой, мысалы. Киноның аты қандай еді, мысалы, сол сияқты. Бақшаба ма, бапшаба ма дейді. Мөлдір ханымға тек жетістік қана тілеймін. Ой, кино әлемінен көрінетін жұлдыздар әлі жетеді. Құдай, сендер не білесіңдер? Біздің мына Қайша Керейді білесіңдер ме? Қайша Керейді.
мынандай чекенедей ғана қыз. Бүкіл бойы талант, бойының бәрі толып тұрған талант. Менің кумирім. Мен сол жыласам, бір жерім ауырып қалса, жабықсам, таудан құласам, тастан құласам, үстімді қақ тұрып кетем Қайша Керейді көріп. Сразу Қайша Керейді қараймын. Іздеймін. Бүгін не істеді екен, не қылды екен деп, қайдасың қазағым деп Германияға дейін барып, келді ғой деймін кеше Қазақстанға. Бүкіл жүрген тұрған наңдып отырып. Мысалы, бұл мөлдір де содан екеуі бірдей. Талант, тұнып тұрған талант. Ой, қайда бұл мөлдірдің әлі, мөлдір болатын уақыты деген алды да ғой. Ана қыздары шығады, шешесіне қосымша болып. Сендер ойламаңдар. Құдай, осы шайбашым көрді, осымен бітіп қалады деп. Қайда? Кеше ана қалдарың қалай айтып отыр ғой, есен, ерсін. Киноға шақырам деп айтты деп. Шақырсын сондайлап. Ол только мамандарды шақыру, артистік оққан-тоққандар емес қазір. Мына заманда, заманның талабына қарай, заманның түлкі болса таза болып шал деген. Кешкен сен оққан-тоққан артисті қайдан табасың? Бір киноға түскеннің өзі пәлен-пәлен миллион. Одан да мына халықтың арасынан шыққан қарапайым жаман жұтық, жынды жыпсық блогерлер қалың ғой. Не жетеді? Жындысы да бар, жыпсығы да бар, сауы да бар, сау емес де бар. Біз құсап анау жер ортасы көктөбеде отырып, айғайлап, ақырып, арыстандай ақырып, аяудай өкіріп отырған біз сияқтылар да бар. Мысалы, барамыз, Құдай қаласа. Неше түрлі журналистер жазып жатыр. Келгеннен сұхбат бересіз ба деп. Беремін деп жатырмын. Мен Кореяның тек қазір жұмысын ғана айтып жатырмын. Кореяның іші мен сырты басымыздан өткен барлық жағдай жіпке тізген деп отыр. Береміз саған деп. Мен өзім Жылқышбайға бергім келіп отыр сұхбатты. Қаншама журналистер жазып отыр қазір. Келіңіз деп. Мысалы, түсеміз киносына. Қайша Керейді кино шығарады ертең. Қайша Керейдің киносына барып түсеміз. Ода тұрған не бар екен? Соның бәріне содыр Қайша Керей болсын, мөлдір болсын, сол анау артистерді іздеп, сол сен оқыдың ба, сенің дипломың бар ма, сен грамотсың ба, сен не грамотный деп жүреді дейсіңдер ма? Халықтың арасынан шыққан, танымалдылығы күшті, сондай адамдарды барып киноға түсіреді. Жүр ғой әне, Жездухада да неше түрлі жынды жыпсықтар. Халық мойындағысын амалың жоқ. Ана блогерді түсіріпсің, мына блогер. Сол заман, мына Бақыт ханым, сен әлі 80-ші жылғы, 70-ші жылда жүр екенсің, әлінгі дейін 40-ші жылда жүр екен мына өзі. Ойбай, шаханалық, бәлен деген шаханалық, саханалық деген қалды жайында. Қалды. Бақшамама дейді. Кім танымал болса қазір соның тасы өргеде малап тұр. Кім жақсы ойнай алады, кім қалыпты аузына қарата алады. Соның заманы болып тұр. Істейді ертең Мөлдір ханым. Құдай қаласа. Тек Мөлдір ханымға табай алға. Удачи, бүгін ертең оғысының концерті қай залда беріліп отырғанын білмеймін. Мен өз атымнан сыйлық подарка гүл ұсынып жіберейін. Соны да білмей отырмын ғой, байлансын. Білгендер болса айтып жазып жіберіңдер. Халықтың алдында көтеріліп қалсын. Ода бір ана. Бұдан басқа кино түсірсе болар еді ғой. Бұдан басқа кино түсірсе жарасып тұр еді ғой. Айналайын қалқым-ау. Тұрсынбек пен Мөлдірді кім айратын еді. Бұдан басқа киноны түсіріп, ана Байы деген гүл жайнатып, ана Мөлдірді деген алақанға салып, менің Молямның, менің Мөлдірімнің мынандай киносы шығайын деп жатыр. Айналайын қалқым, қолдап қуаттап жібер десе аспанға ұшып кететін еді ғой. Жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дейді. Айналайын қалқым, сендерден басқа ешқандай поддержка жоқ. Әйелдің жауы әйел болмайық. Басынан өткен адам біледі. Ұлып далада қалған адам, қолында бар дүниесінен айырылып, алданып, аузы ашылып қалған адам, мына басынан өткен адам біледі. Мен Мөлдірдің состояниесіне кіріп отырмын. Піскен астай әп-әдемі бүйтіп, балапандай бауырына басып бүйтіп, күн көрсетпей бүйтіп отырғанда топ еткізіп біреуге бере салу оңай дейсің бе? Ол қойныңда байың бұр-бұр өсіп жаман талтақ болса да, жынды болса да, жыпсық болса да, жаман жатқан осырақ байыңа не жетсін сенің? Бардар қадірін білмейсіңдер. Жоқтар жағы қадірін білгесін айтамыз. Бардар жағы қойныңда байың жатқанын кейін өйтіп, оттап, әңгіме айтпаңдар. Еркектің қадір өткен адам біледі. Қиналды. Мөлдір қатты қиналды. Депрессияға түсіп кетті. Ана. Ауру болып қалады ондай адамдар. Астафиралла, субханалла. Сол үшін поддержка болғандар, мысалы, жағадан алып жан-жақтан жармаспаңдар. Жоңғас күйлер. Болды, қастықтарының өзі жетеді. Қолдау беріңдер, қуаттау беріңдер. Барыңыздар киносына.
ой алда қаласа мөлдір сенен жақсы кинолар күтеміз, құдай қаласа сенен де күтеміз, менің кумирім Қайша Керейден де күтеміз. Қайша Керей енді қайдасын, қазағымды ыңғытып жатыр қазір, құдай қаласа Қайшаның киносында кездесеміз, алла қаласа. Біздің Қытайдан келген қазақтардың шоқтығы бек қылып көтеріп, маңдайымызда жүрқырап, жарқырап жүрген біздің Қайша Керей менің кумирім. Мына мөлдірді де қолдаймын. Әне ертең ана Қояндыға біздің Қытайдан келген өнер жұлдыздары ән салайын деп жатыр. Барасыңдар ма, Қоянды ауылындағылар? Тегін билет алып берейін. Қане, барыңдар. 26 істеді ма, 27 істеді ма? Нұрбосын Ермаханұлының жаңа ойын өнер майталмандары барып ән салып ән шырқайтын болды. Бір-бірімізге поддержка болайық, бір-бірімізді қолдайық, қуаттайық. Ешқашан балықтан алып жағадан жармаспайық. Мен мына ту Кореяда отырып өзім бармасам да сол Қоянда да барам деген 5-10 адам болса тегін билет алып берейін сыйлық ізінде. Барыңдар, барып көріп қайтыңдар. Эфир ашамыз, эфир кезінде оны ақылдасамыз. Билет ақысын бүгін білу керекпін. Соны бір 10-20 билет алып қояйын. Барыңдар, айналайындар, барып көңілдеріңді көтеріп қайтыңдар. Барыңдар. Қоянды жақта Астанада кім боласың? Бара бер. Менің атымнан бара бер. Кемінде 10-20 адамға билет алып беремін. Тегін. Мына Мөлдірдің киносына билет алып беремін. Жолы Мөлдір Мұқанның интервьюсын көрген шығарсыздар. Я енді шын керек бәріміз көрдік. Ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім. Өткенде алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес. Не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңағы қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлық құрамда дейік бірінші. Актерлық құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар, тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның, мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар, сосын журналистер жүр, енді Астананың мен деген ханымдары жүр. Енді бұл наверное маркетинг шығар деп мен ойлаймын енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды, өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлық құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен. Басқа ешқандай күлетін юмор, бір сатира ештеңе ішінде жоқ. То есть бұны комедия деп те біз айта алмаймыз. Өйткені ішінде комедия өте аз, тек қана сол Ақеркенің арқасында ғана көңіл көтеретін бір моменттер бар. Вот сол. Потом ішінде блогерлар жүр. Теретима, актер, модель жігіт жүр, менің клипімде түскен кезінде. Сондай адамдар жан-жақтан жиналған. И сама вообще идея, мен ойлаймын, кино үшін, бүкіл халыққа көрсететіндей, миллиард жинайтындай кино үшін сама идея слабая негізі ше. Бір басқаша идея ойластыру керек негізі. Мен байқаған бір минусты айтқым келеді, бұл костюмердің жұмысы. Но одежда, конечно, в фильмдегі, это, конечно, стоит внимания, да. И бұндай киімдерді, мен есімде болса, осыдан бір 10 жыл бұрын бізде кино түсіріп бастаған кезде, мына Баян Есентаеваның кинолары, ана Мөлдірлер түскен, Қайрат Нұртастың кинолары, когда только начиналось кино деген индустрия, да. Вот сол кезде сондай киетін киімдер. Но қазір уже ол заман өтіп кетті. Қазір біз уже более басқаша бізде көзқарас, да. И поэтому современный кино деп есептейтін болсақ, современный киноға бұл костюмдер, то есть кез келген әйелдің киген, еркектің киген киімдері мүлдем жарасымсыз. Как бы некрасиво. Киноны арзандатып тұрады деп айтсам артық болмайды. Сосын көзге оттай басылған, құлаққа оттай басылған, то есть айтсақ болады, бұл дубляж. Киноның дыбысталуы. Бізде кино білесіздер, дыбысталады, үстінен жазады дауыстар. Кейбір кинолар тікелей сөйлейді, кейбір кинолар үстінен дұрысталады. Енді бұл жерде мен актерлардың сөйлегенін, жаңа кәсіби ондай сөйлегенін айтпай қояйын. Ол потому что актерлар емес қой ол жерде. Андай сахна тілін оқымағандар ғой көбі. Жалпы качество звука, да, и то, что, например, вот столға телефон түссе, ол тық деп түсу керек, да, ал телефон түседі и дауыс жоқ. Бірдеңе құлайды, оның дауысы жоқ. То есть, понимаете, ол профессиональный кинода оның барлығы дыбысталу керек. Былай болмаса да деп қойып ауызбен надо это все делать, знаете. Ну вот такие моменты. Менің көзіме, құлағыма оның барлығы көрінді. Мүмкін басқа халық оны көрмейтін шығар, ермейтін шығар, маған көрді. Енді әрине айта кету міндет, бұл жерде қалай болса да еңбек бар, яғни продюсердің ақшасы, да, режиссердің жұмысы, сценаристің жұмысы, оператордың жұмысы, тағы да киноның артында тұрған адамдардың жұмысы, олардың ниеті бар енді қандай болса да, и солардың барлығының ниетінің түйіліп келіп, түзеліп келіп, бір күнде осындай тұсаукесер берілуінің өзі енді успех деп айтсақ болады, конечно, да, белгілі бір деңгейде. Бірақ егер салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді бізде миллиард жинаған аты шулы кинолар бар ғой, бизнес по-казахски, хотя бы в кино, мына ыстық ұя деген сияқты, енді сравнительно бұл бәсекелестікке келмейтін кино.
То есть біз ол кинолармен бұл киноны салыстыра алмаймыз никак. Вот егер сіз көзіңіз жеткізгіңіз келсе, мен бармаңыз деп айтпаймын, барыңыз, көріңіз. Бірақ менің ойым сондай, бәсекелестікке келмейтін кино. Тағы бір айта кететін момент, мен осындай отзывтар айтқан кезде сіздер ойламаңыздар, мен бір сондай қызғанғандықтан немесе мына жолдасым сол сферада жүргеннен кейін көре алмай деген сияқты ше, ондай емес. Әр еңбектің, әр дүниенің өзінің бағасы болады. Мен просто сол бағаны беруші өздігімше, менің субъективті ол ойым, менің өйтіп айтқанымнан бір қазақ елі өзгеріп кетеді, немесе кино түсірмей қояды деген сөз емес. Ойбай, бәрі түсіріп жатыр, бәрі. Ол просто менің ойым. Келісесіз ба, сіз келіспейсіз ба да маған бәрібір. Ол менің ойым, да? Мысалы, мен де кейде мысалы қайрат айтатын кездер болады. Мына кино онша емес. Мына киноға енді түспе деген сияқты. Мына режиссермен енді жұмыс істемеші деген сияқты. Менде де болады сондай моменттер, мысалы бізде де. Сондықтан оған сіздер кәдімгідей здравое мышление дейді ғой, сондаймен қараңыздар. То есть всегда объективно қараңыздар. Әр адам өзінің ойына құқығы бар. Жалпы сіздер осы Атышулы Мөлдір Мұханның интервьюсын көрген шығарсыздар. Иә, енді шыны керек бәріміз көрдік. Ол